күніне бар болғаны бір түйір сарымсақ жеп, иммунитетті күшейтіп, жүрек ауруларының алдын алып, қартаю процесін баяулатуға болатынын білесіз бе? Бүгін біз сізге сарымсақтың таңғажайып пайдасы жайында айтып береміз. Сәлем достар. Бұл видеода сіз денсаулығыңызды табиғи жолмен жақсартудың ең қарапайым әрі тиімді тәсілімен танысасыз. Сарымсақ неге табиғи антибиотик аталады? Ол қандай аурулармен күреседі? Және оны қалай дұрыс қолдану керек? Барлығы алда. Адам баласы ерте кезден бастап табиғаттың берген байлығын өз денсаулығына қолдана білген. Солардың бірі сарымсақ. Бұл ерекше иісі бар көкөніс адам ағзасына көп жағынан пайдалы. Сарымсақ тек қана дәмдеуші емес, ол табиғи антибиотик. Ғылыми зерттеулер сарымсақты күнделікті пайдалану көптеген аурулардың алдын алуға және олармен күресуге көмектесетінін дәлелдеген. Сарымсақ иммундық жүйені нығайтады. Күн сайын сарымсақ жейтін адамдар суық тию, тұмау және жедел респираторлық вирустық инфекциялар сияқты ауруларға сирек шалдығады. Бұл оның құрамындағы табиғи қосылыстар, аллицин, селен, күкірт пен антиоксиданттардың әсерінен болады. Бұл заттар ағзаға еніп, иммундық жасушалардың жұмысын күшейтеді, ағзаны зиянды микробтар мен вирустардан қорғайды. Сонымен қатар сарымсақ қан қысымын реттеуге көмектеседі. Артериялық гипертониямен ауыратын адамдар үшін бұл табиғи құрал ретінде маңызды. Оның құрамындағы белсенді заттар тамырларды кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Соның нәтижесінде қан қысымы біртіндеп төмендейді. Сарымсақ қанды сұйылтады және қан ұюының алдын алады. Бұл жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Қарт адамдар үшін сарымсақтың тағы бір пайдалы тұсы, ол есте сақтау қабілетін жақсартуға және ақыл-ой қабілетін сақтау үшін қызмет етеді. Жас ұлғайған сайын адам миындағы нейрондар зақымданып, когнитивтік функциялар нашарлайды. Ал сарымсақ құрамындағы антиоксиданттар мен қоректік заттар миды оттекпен және қажетті элементтермен қамтамасыз етіп, қартаюға байланысты дамитын деменция, Альцгеймер ауруы секілді мәселелердің алдын алады. Сонымен қатар сарымсақ қандағы қант деңгейін төмендетуге де көмектеседі. Бұл әсіресе қант диабетімен ауыратын адамдар үшін маңызды. Сарымсақ инсулиннің бөлінуін арттырып, глюкозаның сіңуіне ықпал етеді. Нәтижесінде қандағы қант деңгейі бірқалыпты сақталады. Ер адамдар үшін сарымсақ простата безі ауруларының алдын алуда ерекше рөл атқарады. Зерттеулер көрсеткендей, күн сайын сарымсақтың аз ғана мөлшерін тұтыну простата обырының даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Бұл оның қабынуға қарсы қасиеттерімен және жасушалардың жаңаруын тездететін мүмкіндігімен түсіндіріледі. Шаршағыштықпен күресу үшін де сарымсақ таптырмас құрал. Оның құрамында энергияны арттыратын элементтер бар. Бұлшықет жұмысына қажетті қоректік заттар сарымсақта мол кездеседі. Ағзаға түскен кезде ол энергия алмасуын жылдамдатып, шаршауды азайтады, физикалық белсенділікті күшейтеді. Сарымсақтың құрамында марганец, алтын дәрумені, с дәрумені, селен, кальций, темір және мыс секілді маңызды микроэлементтер кездеседі. Мысалы, 28 грамм сарымсақтың құрамында марганецтің тәуліктік мөлшерінің 23%, алтын дәруменінің 17%, с дәруменінің 15% және селеннің 6% бар. Бұл тек бір ғана мөлшерде алынған сарымсақтың ағзаға тигізетін пайдасының бір бөлігі ғана. Сарымсақ ас қорытуды жақсартады. Асқазан сөлінің бөлінуіне көмектесіп, тағамның жақсы қорытуына жағдай жасайды. Бұл ішектің жұмысын реттеп, іш қату мен кебулерден арылуға көмектеседі. Бүгінгі таңда сарымсақ сонымен қатар сарымсақ бауырдың және косметикалық құралдардың құрамына қосылады. Онда жиналған ауыр металдар мен қалдықтар сарымсақтың құрамындағы күкірт қосылыстары арқылы сыртқа шығарылады. Теріге жағылатын сарымсақ майы безеулер мен қабынулардан арылуға ағзаны тазартуға көмектеседі. Ал шашқа жағылған кезде сарымсақ бактерияларға, вирустарға және зеңге қарсы бұл әсері оның құрамындағы күкірт пен с дәруменінің мол ауруларға қарсы табиғи қорғаныс рөлін атқарады. Олар терінің серпімділігін сақтап, ежелгі замандарда сарымсақ пен жараны емдеген. Себебі оны дұрыс пайдаланса, ол ағза үшін шипалы құрал бола алады. Алайда оны шамадан тыс тұтыну асқазанға зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан күніне бір немесе 2 түйірден артық пайдаланбаған жөн. Асқазаны сезімтал адамдар үшін сарымсақты пісіріп немесе басқа тағамдармен бірге қолданған дұрыс. Сарымсақтың иісі өткір болғанымен, оның пайдасы орасан зор. Халық арасында сарымсақ 7 дертке дауа деген сөз бекер айтылмаған. Табиғи антибиотик ретінде танылған бұл көкөністі күнделікті ас мәзіріне қосып отырған абзал.
Ол сіздің иммунитетіңізді нығайтып, түрлі сырқаттардан сақтайды, көңіл күйіңізді жақсартып, белсенді өмір сүруге ықпал етеді. Жүрек қан тамырлары аурулары, қант диабеті, тыныс жолдарының қабынуы, ас қорыту жүйесінің бұзылыстары, тері аурулары барлығының алдын алуда сарымсақтың пайдасы көп. Дәстүрлі еммен қатар халық медицинасында дұрыс қолдана білу маңызды. Бүгінгі күні көптеген адамдар дәрі-дәрмекке тәуелді болып бара жатыр. Ал сарымсақ секілді табиғи өнімдер ағзаға жайлы, зиянсыз және ұзақ мерзімді нәтиже береді. Сіз де өз денсаулығыңызды жақсартқыңыз келсе, күніне 1-2 түйір сарымсақ жеп көріңіз. Уақыт өте келе оның пайдасын өз көзіңізбен көресіз. Жүрек соғысы тұрақталып, тыныс алу жеңілдеп, көңіл күй жақсарып, ағзаңыздың жалпы тонусы артады. Аурудың алдын алған, аурумен күрескеннен жақсы. Денсаулық баға жетпес байлық. Сондықтан оны сақтау өз қолыңызда. Сарымсақ арқылы денсаулықты нығайту ең қарапайым әрі тиімді тәсілдердің бірі.